Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен тауықтың қайнатылған төс етін ұсақтап турап саламыз. Сонан соң майонезден бетіне сетка жасаймыз. Ұсақтап туралған тұздалған қиярымызды саламыз. Тағы да майонезден сетка жасаймыз. Сонан соң қайнатылған картопымызды терканың ұсақ тісінен өткіземіз және бетінен майонез жағамыз. Жұмыртқаның сарысын теркадан өткіземіз және бетінен майонез себеміз. Сонан соң банкідегі жүгеріні саламыз. Майонезден тағы сетка жасаймыз. Жұмыртқаның ағын терканың ұсақ тісінен өткізіп саламыз және сырды да осы мен бірге теркадан өткізіп саламыз. Ең бетінен әдемі болу үшін жүгеріден осындай гүлдер жасап шықсаңыздар болады. Достар, біздің өте дәмді салатымыз дайын болды. Егер сіздерге видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар.